Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып салық органдарына қарызымыз бар ма? Және мемлекеттік кірістер комитетінің арқылы оны қалай білеміз? Яғни ол үшін біз онлайн түрде сол сайтқа кіреміз. Латын әрпімен kgd.gov деген. Мінекей kgd.gov. Ашамыз. Осылай шығады. Мінекей. Комитет государственных доходов деген. Ең астында бізде электронные сервисы КГД МФ деген бар. Яғни Комитет госдоходов Республики Казахстан. Осыны ашамыз. Қазақ тілінде алайық. Содан кейін 1, 2, 3, 4 тұрған салық берешегінің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтер. Ашып, иінімізді тереміз. Яғни робот дегенді басамыз. Іздеу. Мінекей астында шықты. Яғни салық төлеушінің аты және барлық берешегі, оның ішінде қанша теңге 0,0, яғни менде жоқ. Мұнда міндетті зейнетақы жарналары кәсіпкерлік болғандықтан біз міндетті түрде зейнетақыны төлейміз. Әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары және әлеуметтік аударымдар, яғни социальный. Егер де сізде мысалы бір сумма көрсетіп тұрса, ол қандай сумма, қайдан келген сумма екен деп толығырақ деп басамыз. Салықтар жазылып тұрады. Ал сізде жер салығы, үй салығы және көлік салығы болуы мүмкін. Соның ішінде қайсы салық төленбеген, соны толығырақ деп басып шығарып береді. Мысалы, сіз ИП-іңізді немесе ТО-ны жапқыңыз келсе, міндетті түрде барлық салықтар төлену керек. Назарларыңызға рахмет.